Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге жаңа жылға арналған осындай керемет торттың рецептін бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, видеоны аяғына дейін көруді ұмытпаңыздар. Жалпы мені қатты сынамаңыздар, себебі мен профессионалды кондитер емеспін. Мен тек қана өзінің жақындарымды осындай керемет тортпен қуантқым келді. Ең алдымен бізге 350 грамм ұнды жақсылап илегіштен өткізіп алу қажет. Және оған 40 грамм какаоны қосамын. 10 грамм қопсытпа, яғни разрыхлитель. Және бір ас қасық ас содасы, бір ас қасық тұзды жақсылап араластырамыз. Одан кейін біз 300 мл айранға қызыл түсті краситель бояғыш қосуымыз қажет. Жақсылап араластырғаннан кейін қойып қоямыз. Әзірге 100 грамм бөлме температурасында тұрған сары майды жақсылап миксермен өткіземін. Яғни көтерілгенге дейін до пышности дейді ғой. Одан кейін оған 300 грамм қант қосамын. Оны жақсылап араластырғаннан кейін 3 жұмыртқаны кезек-кезектен қосамын және тағы да жақсылап араластырамын. Барлығы жақсы араласқаннан кейін құрғақ заттарды екі бөліп қосамын. Бірінші осылай араластырып аламын, одан кейін барып миксермен араластырамын. Келесі бағанағы дайын болған айран мен красительді қосамыз және тағы да жақсылап араластырамыз. Жүз грамм сұйық майды құйып, тағы да жақсылап араластыру қажет. Менде 22 сантиметрлі форма, жан-жағын ұн жағып, астына пергаменттік қағазды салдым. Осы формаға менде өлшегіш, яғни весы жоқ болғандықтан мен 5 қасықтан саламын. 5 қасықтан менде 3 коржик шығады, 3 бисквит. Бұл қызыл мақпалды, яғни красный бархаттың бисквиті. градуста 15-18 минут пісіруге болады. 120 грамм кілегейді жақсылап миксерлеймін. Одан кейін оған 50 грамм қант пудрасын қосамын. Және 4-5 минут үлкейгенге дейін жақсылап миксерлеу қажет. Міне осындай болып шығады, яғни сіз егерде миксерді алатын болсаңыз ізі қалады. Одан кейін оған 300 грамм сливочный сыр қосу қажет және тағы да жақсылап араластыру қажет. Толық араластырып болғаннан кейін біздің креміміз осындай түрге келеді, яғни оны көтерсеңіз ол құйылып кетпейді, болмаса ағылмайды. Міне осылай формасын ұстап тұрады. Ол уақытқа дейін міне 3 бисквит дайын болды. Бұл бисквиттер өте нәзік, өте жұмсақ шықты. Бірақ осындай пышный болғандықтан маған мұндай қалыңдық қажет емес. Сол себепті мен алдыңғы бетін пышақпен әдемілеп алуға тырысамын. Және бағанағы дайындаған кремімізді осылай ішіне толығымен де жағып шығамыз. Менде кондитерский мешок, ал сізде қасық болса, қасықпен жаға берсеңіз әрине болады. Екінші слой. Және жан-жағын жақсылап әдемілеймін, одан кейін оны қойып қоямын. Ал енді сыртын әдемілеу үшін крем дайындаймын. Ол үшін мен 250 грамм 82% сары майды, осындай міне жұмсақ болу қажет, жақсылап миксермен өткіземін. 5 минутқа дейін миксерлеу қажет, осылай көтерілгенше. Және оған 50 грамм қант пудрасын қосамын.
Одан кейін сливочный сыр 500 грамм. Барлығын қосып, тағы да жақсылап араластырамын. Жалпы қант пудрасын тағы да қоссаңыз болады, егер қатты тәттіні жақсы көрсеңіз. Осы арада краситель қосу қажет болады. Одан кейін барып тортты бетін әдемілей берсек болады. Мен бірінші осылай лопаткамен әдемілеп алдым. Одан кейін холодильникке қойып, сыртын қатырып алдым. Және ақ шоколадты ерітіп, сыртына, жан-жағына подтекки дейді ғой. Яғни осылай ақ шоколадты әдемі қылып ағызып тұрғандай қылып жасадым. Және қалған шоколадпен ішінің барлығын осылай жасап тастадым. Бұл жерде әдемі емес деп ойлап қалмаңыз, себебі қазір мен оны әлі де әсемдейтін боламын. Қалған қызыл креммен осындай гүлдер жасадым. Әрине әсемдеу әркімнің өзінің жеке идеясы. Қазір осының бетіне кокос жаңғағын, яғни кокосовый стружка себеміз, сонда бетіне қар жауған сияқты өте әдемі көрінетін болады. Төменгі жағын осылай кокосовый стружка сеуіп шықтым. Яғни қардың үстінде тұрғандай және үстінен қар жауғандай болып көрінетіндей жасаймын. Барлық жеріне әдемілеп сеуіп шығамыз. Және мен Рафаэлланы қолдандым, өте әдемі көрінеді. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер және комментарияға пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.